Нумерология өте қызық әрі құпиясы көп ғылым. Адам жанының құпияларын ашуға тырысу. Әрине ол нақты шешімдер болмаса да қызық емес пе? Мысалы, сіздің туған жылыңыздың соңғы санына байланысты Қытай күнтізбесіне сүйене отырып жасаған мынадай қызық мәліметтер бар екен. Біз өмір сүретін ғаламшарды үнемі негізгі тылсым күштер басқарады. Олар ағаш, от, жер, ауа, су. Сіз дүниеге келген жылдың соңғы санына байланысты осы күштердің бірі басқарады. Ал өз кезегінде сіздің табиғатыңызға, мінезіңізге әсер ететініне нумерологтар толықтай сенімді. Ендеше сізде ұқсастығын байқап көріңіз. Ауа. Соңғы сан 0 немесе 1 болса, ауа немесе металды адамсыз. Бұл белгідегі адамдар өмірді сүйетін тәуелсіз жандар. Олар бірінші кезекте өздерін сүйеді, бірақ өзгелерге де қамқорлық пен сыйластық таныта алады. Қандай да бір жағдайда өз пікіріне ғана сүйенеді. Олардың өзгелерден айырып тұратын қасиеттері шешімді тез қабылдайтындығы мен үмітшілдігі. Олардың алдында кедергі жиі болғанына қарамастан алға қойған мақсаттарынан бас тартпайды. Жалғыздықтан қорықпайтын болғандықтан олар үшін көбіне жетістік пен атақ қымбатырақ. Ауа бұл шығыс, мезгілі күз, түсі ақ. Су. Бұл белгідегі адамдар көрікті әрі ақкөңіл жандар екен. Оларда сезімталдық, иілгіштік басым, десе де олар өте ақылды, озық ойлы. Су белгісіндегі адамдар қиялдауға құмар және онысын байқап көруге де қорықпайды. Олардың ішінде философтары мен ақылшылары көп ақ. Олардың қолынан бір емес бірнеше істің маманы болу келеді. Оларда интуиция өте жақсы дамиды екен. Сонымен қатар жанындағы адамдардың көңілін аулауға, оларға көмектесуге дайын тұрады. Су. Бұл солтүстік, мезгілі қыс, түсі қара. Ағаш. Ең бастысы олар жомарт. Олар өз принциптеріне құрметпен қарап, кез келген ақпаратты ақылмен сараптай алады. Басқалардан айырмасы сенімі күштілігі. Оларда әртістік қабілет те жоқ емес, сондай-ақ қиналған жанға қол созуға даяр. Еңбек сүйгіш болғандықтан уақытты бос өткізгенді қаламайды. Ағаш белгісіндегі адамдар қолында бардың барлығына риза және сізбен нағыз дос бола алатын жан. Ағаш бұл батыс, мезгілі көктем, түсі жасыл. От. Үнемі тосын оқиғалардың себепшісі, жаңа нәрсені байқап көруден тайсалмайтындар. Олардың бойында энергияның көптігі сонша үнемі жарысқа түскенді жеңіп шыққанды қалайды. Олар жалғыз қалғанды ұнатпайтындықтан жанына достарды да көптеп жинай алады. Сөзшең, өздерін жоғары бағалайтын, сенімділігі жоғары жандар. От. Бұл оңтүстік, мезгілі жаз, түсі қызыл. Жер. Бұл белгі адамның шыдамды екенін білдіреді. Жақындарына келгенде жауапкершілігі жоғары. Олардың өзіндік амбициялары көп, идеяға бай. Әр мәселенің байыбына қарайлайтын, этикалық талаптарға көп мән беретін жандар. Олардың көбі ақшалы болып келеді және эмоцияның адамы. Олар өздерін біреудің жақсы көргендігін қалайды. Жер бұл мезгілдердің ауысатын кезіндегі жауапты орталығы деп есептеуге болады. Түсі сары.